бір бетті кітап үлкен бақтың дауалы. Ел жұрт бір бидайды жерге екті. Содан соң оны әкімге көрсетуге барды. Әкім келіп, ол бидайдың үстіне қарап үлкен шеңбер сызды. Содан соң оған ел жұртқа айтып, осы жерге маған үлкен дауыл соғыңдар деді. Ел жұрт танып, біз бұтақтарды, теректерді қайдан аламыз деді. Әкім тұрып, орманға барып алыңдар деді. Сонда мен сендерге 2 мезгіл астарыңды беріп отырам деді. Жұрттар аңтандырып барып соны істеуге жетті. Арада 2-3 ай өтті. Ер адамдар өз жұмыстарына қалмай келіп жүрсе, әйелдер өз астарын беріп жүрді. Әкем әдеттегідей өз уәдесінде тұрып, бір қой мен бір қап бидайын тарап беріп жүрді. Содан соң арада 2-3 ай ара өтеді. Содан соң әкімді шақырып көрсеткенде, әкім дауалдың шетінен айналшақтап, қабағын түйіп, мына дауалды тағы бұзып, тағы соғыңдар дейді. Жұрт аңтандырып қалады да, әкім тұрып, мен сендерге тағы 2 мезгіл астарыңды беремін дейді. Жұрт қолдарына күректерін алдып, тағы бастайды. Арада 2-3 ай өтеді. Тағы әкімді шақырады. Әкімнің қабағы тағы түйіліп, мына дауалды бұзып, тағы соғыңдар дейді. Содан соң үйіне кетіп қалады. Ал жұрттар таңданып, әкімнің үйіне барады. Содан соң әкімнің үйіне барып айтады. Әкімнің үйіне барсақ, бәйбішесі мен әкім үйінің алдында отыр екен. Содан соң әкім не болды деп сұрайды. Ел жұрт қарап, сіз бізге қаншама дауалды бұзып соқтырып жатсыз, біз енді салмаймыз дейді. Сонда әкім тұрады, неге? Мен сендерге 2 мезгіл астарыңды беремін, бір қап бидай мен бір қап қой беремін дейді. Сонда ел жұрт тұрып, сіз бізге әлі бір қап бидай мен бір қап қой бермедіңіз дейді. Әкім тұрып, менің қоймамда бір қой мен 3 қап бидай қалды дейді. Аштықты ас талатпайды, ғашықтықты жас талатпайды дейді. Сонда ел жұрт бір-біріне қарап біртүрлі болып қалады. Содан кейін әкім айтады, мен сіздердің еріншектіліктеріңізді жоғалтқым келді. Сіздер үйлеріңізде жай жатасыздар. Сондықтан мен дауалды тағы бұзып соғуларыңызды айттым дейді. Сонда күз басталады. Күзде бидай өте көп беріледі. Содан кейін халық сол бидайдың арқасында өте көп байиды. Және әкімді есіне түсіп, оның қоймасына бұрынғыдай заттарын толтырып берейік деген ой келеді. Содан кейін бұрынғыдай 100 қойлар мен бір қап бидай толтырады. Содан кейін әкім оған ризашылығын білдіреді. Әкім соққан дауал әлі сол қапында тұр. Оның белгісі ауыз біршілік деп есептейді.